Хабарымызды жалғастырамыз. Қарағанды қаласында отан қорғаушылар және ұлы жеңіс күніне орай жауынгерлік даңқ лентасының тұсаукесері болып өтті. Ұлттық жауынгерлік лентаны шығарудағы мақсат қазақ халқының әскери салттарын ұлықтау және оларды жастар арасында насихаттау көзделген. Қазақ халқының мұрасы мәңгілік ел кітаптар сериясының бастамасымен жауынгерлік даңқ лентасының тұсаукесері ұйымдастырылды. Жоба авторы Нұржан Соршалының айтуынша, жауынгерлік даңқ лентасы қазақтың әскери тарихын сонау сақтар заманынан бастап насихаттайтын тәрбиелік мағынасы зор. Бұл таспа елімізді, жерімізді қорғаған батырларымыздың ел алдындағы еңбектерін және қазақтың жауынгерлік тарихын насихаттау мақсатында жасалды. Дөңгелек үстелге жиналған тарихшылар мен қоғам қайраткерлері жауынгерлік даңқ лентасы ел азаматтарына рух беретіндей мәні зор болу керек екенін айтады. Гимн деген бар, әнұран дегеніміз бар, туымыз бар деген сен. Анандай бір лента болып, қолым нұқа түсіп, мына көкірегімізге қадап алған уақытта, мен осы халық үшін, осы халықтың жері үшін жанымда пида етем. Бүкіл еңбегімді соған жұмсайым. Басым физикалық барлығын сөйлеп айтатындай, менің ұрық көтерілетіндей болу керек. Атап айтар болсақ, даңқ лентасында сақтар замандағы Шырақ батыр, түркі қағанатын бодандықтан құтқарған Құтлық қаған, қазақ жоңғар соғысындағы сардарлар Бөгенбай мен Қабанбай, патшалық отарлауға қарсы шыққан Исатай Тайманұлы, ұлт азаттық көтерілісін ұйымдастырған Кейкі батыр, екінші дүниежүзілік соғыстың қаһарманы қолбасшы Бауыржан Момышұлы және барша қазақ қыздарының символына айналған Әлия Молдағұлова, ауған соғысында әйгілі қара майор атанған Борис Керімбаев бейнеленген. Сонымен қатар лентадағы ердің бес қаруы Қазақстанның картасы суреттелген. Сондай-ақ нұрын шашқан күн бейнесі мен көк түс бейбіт елдің нұсқасын көрсетеді. Өзіміздің батырларымыз бен даңқты тұлғаларымыз бар лентаны көзбен көріп, қолмен ұстаған өскелең ұрпақтың бойында мемлекетке деген, отанға деген сүйіспеншілік сезімі қалыптасады. Сондықтан лента осы бізге патриоттық рухты береді. Бұл бастама қазақ халқының мұрасы мәңгілік ел кітаптар сериясымен қолға алынған 23-ші жоба. Бұған дейін тәуелсіздік лентасы жасалған. Болашақта түркі бірлігі мен ұлттық құндылықтар лентасын жасау жоспарланып отыр дейді жоба авторы Нұржан Соршалұлы.